Егер 3-4 күн үлкен дәретке шықпасаңыз, ішек қана емес, гормон да бұзылады. Әйелдерде миома мен кистаға да әсер етуі мүмкін екенін білдіңіз бе? Қазір мен іш қату 3-4 күнге созылса қандай ауруларға әкелуі мүмкін екенін және не істеу керек екенін қысқаша түсінікті айтып беремін. Іш қату деген не? 2-3 күн дәретке шықпау, іштің кебуі, қатты ауыр шығу, толық босамау сезімі. Іш қатудың ең жиі 7 себебі. Су аз ішу ең басты себеп. 2-ші талшықтың клетчатканың жетіспеуі. 3-ші қимыл қозғалыстың аздығы. 4-ші ұзақ стресс. 5-ші асқазан ішек аурулары. 6-ші дәрілер, темір, кальций. 7-ші ұстап жүру әдеті. Ішек күнде бір уақытта жұмыс істеуді жақсы көреді. Үй жағдайында іш қатуды жеңілдету. Таңертең 1 стакан жылы су ішу, 5-10 минут тыныш отыру. Тамақтану, айран, қатық пайдалану, сұлы ботқасы, қара өрік, көкөніс, қырыққабат сәбізді пайдалану іш қатуды жеңілдетеді. Қозғалыс, күніне 20-30 минут жүру, ішке арналған жеңіл жаттығулар жасау. Іш қатуға жол бермейтін 5 ереже. Күніне 1,5-2 литр су тұтыну. Тамақты асықпай жеу. Телефонмен дәретханаға кірмеу. Бір уақытта баруға үйрену. Іш жүргізетін дәріні жиі қолданбау. Қашан дәрігерге бару керек? Егер 5-7 күн өтсе, қан араласса, қатты ауырсыну болса, кенет арықтау болса. 3-4 күн үлкен дәретке шықпаса не болады? Бірінші ағза улана бастайды. Үлкен дәрет ішекте ұзақ тұрса, улы заттар қайтадан қанға сіңеді. Бас ауырады, әлсіздік, ұйқышылдық, ауыздан жағымсыз иіс шығады. Сондықтан адам өзін ауырып жүргендей сезінеді. 2-ші геморрой мен жарық пайда болуы. Қатты күшену салдарынан геморрой, артқы өті жарылу, қан кету болуы мүмкін. Әсіресе әйелдерде жиі кездеседі. 3-ші іштің қатты кебуі, газ жиналу. Іш тас сияқты болады. Асқазанға, бауырға қысым түседі. Демалу қиындауы мүмкін. 4-ші асқазан ішек аурулары асқынады. Ұзақ іш қату, гастрит, колит, ішек қабынуы, тітіркенген ішкі синдромын күшейтеді. 5-ші иммунитет төмендейді. Ішек иммунитеттің 70% орналасқан жері. Іш қатса, ағза қорғанысы әлсірейді. Адам жиі ауырады. Әйелдерде миома, киста мен іш қатудың байланысы бар ма? Тікелей себеп емес, бірақ әсері бар. Біріншіден іш қату гормондарға әсер етеді. Ұзақ іш қату кезінде эстроген гормоны толық шықпайды, қайтадан қанға сіңеді. Ал эстрогеннің артуы миома, киста, эндометриоздың өсуін тездетуі мүмкін. 2-шіден ішек жатырды қысады. Ішек толып тұрса, жатыр мен аналық безге қысым түседі. Төменгі іш ауырады, етеккір ауыр өтеді. Миомасы мен кистасы бар әйелдерде ауырсыну күшейеді. 3-шіден кіші жамбас аймағында қан айналымы бұзылады. Іш қату, қозғалыс аз болған кезде қан іркіледі. Миома мен кистаның өсуіне қолайлы орта туады. Маңызды ескерту: іш қату миома немесе кистаны тікелей тудырмайды, бірақ бар болса асқындыруы мүмкін. Қашан міндетті түрде дәрігерге бару керек? Егер 4-5 күн бойы мүлде шықпаса, іш қату айлап созылса, қан қатты ауырсыну болса, әйелдерде етеккір бұзылса. Қорытындылай келе, іш қату жай ғана ыңғайсыздық емес, ол бүкіл ағзаға, тіпті әйел гормондарына да әсер етеді. Сондықтан ішекті күнде жұмыс істеуге үйрету денсаулықтың негізі. Видео пайдалы болса, лайк басып, достарыңмен бөлісіп қой. Және де каналға жазылуды ұмытпа.